أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Men bir jigitlerge aytdim, sorаңыздар, қай жерде айтады екен деп. Ол кісі қай кітабында айтқан екен, мысалы имам Ашари қай кітабында айтыпты, немесе имам Матуриди қай кітабында айтыпты деп сұраса, ұстаздары да білмеймін анық қай жерде келген, бірақ айтқан, сонда айтқан сөзі бар дейді. Мені өздері анық білмейді. Өздері анық білмейді. Және білгілері де келмейді. Білгілері де келмейді. Өзі солай айтылып жатыр екен, жарайды сол шынында да айтылып жатыр екен, мен өзім кітабынан оқып көруім керек шығар. Адам әділдік жасау үшін екі жақты да тыңдап көру керек қой, бір жақтан да тыңдауға болмайды ғой деп сәл ойланып, соның кітабын ашып көруге ол ешқайсысының бір несі де жетпейді да. Аллаху алам енді не дейтінімізді. Яғни әлбетте әділдік жоқ. Әділдік жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келеді дейді, енді жалпы келетін сөз, біреу саған көз ойылып қалып келсе дейді, оны мені біреу ұрды, мені біреу ұрып жықты, көзімді ойды десе, сен оған жақтаспа дейді, екінші адамды көр дейді бірінші. Оның екі көз ойылып қалған шығар дейді. Көру керек қой екінші жақты. Сотта екі жақты бірдей тыңдайды ғой. Адам үкім шығару үшін екі жақты тыңдау керек. Мен біреудің кітабына екінші біреудің кітабы арқылы үкім жасауыма болмайды. Мен өткен жолдары имам Ибн Таймияның жалпы сөздерін келтірген кезде кітабын әкеп көрсеттім. Кітабынан оқып бердім. Адамдардың көңілі орнығу үшін. Болмасам, өзіміздің ұламалардың айтқан кітаптарынан да оқып берсем болар еді. Бірақ мен соны оқып беріп жатқан кезде де бірінші тексерем. Сол сөз бар ма екен, жоқ па екен деп. Ол қызбаланып айтып қойған шығар, басқа. Бірінші тексеріп көрем. Сол сөз шынында да бар ма екен, жоқ па екен деп. Әл-Мактаба Шамила бесікте Ибн Таймиян, Ибн Ал-Қайим толық кітаптары бар. Ашып іздеп көрем, бар ма екен, сол сөз жоқ па екен деп. Және кітаптарын алып келіп те ашып көрсетіп жатырық. Егер сен ақиқатта болсаң, онда неге қорқасың оны ашып көруге? Бірақ өкінішке орай әрдайым сол қашан біреудің дәлелі әлсіз болған кезде, мардымсыз құжат болған кезде сол нәрсені істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қажылыққа бір кісі келген, бір сахаба келген кезде, мүшриктер алдынан шығып, осындай Мұхаммад деген біреу бар, ол жынды, ол сиқыршы, ол адамдарды әкесі мен баласын ажыратып жатыр, оны тыңдама, ол андай, ол мынандай деп дейді. Соңында мен одан қорыққанымнан құлағыма мақта тығып алам ба деп ойладым деді. Бірақ соңында ойландым деді, сен ақылды адамсың ғой, тыңдап көр. Егер дұрыс болса қабылдайсың, дұрыс болмаса сен ақылды адамсың ғой, білесің ғой, ажырата аласың ғой деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдына бардым деді. Олар не істеп, жоқ тыңдама, хәжір қыл. Имам Ибн Хиббан хәжір қылғандай, имам Табарилар хәжір қылғандай. Хәжір қыл, тыңдама оны. Ол сен ақиқаттың шыңына жеттің. Енді бұдан кейін бұл сенің ұстанымыңа қарсы кез келген айтылған дәлел, ол сені адастыру деді. Сондай позицияда болды. Одан кейін ол ешқашан бетіп өзінің ұстаным дұрыс па дұрыс емес па деп сәл бетіп ойланып қарауға да ол адамның шамасы келмейді. Яғни нағыз ненің өзі, фанатизмнің өзі. Мысалы, сол айтылып жатыр ма екен? Мысалы, біз кеше жұмада осы мәселенің бір шетін қозғап кеттік. Ол былай айтады, Ибн Таймия, Шейх Усаймин былай айтады, кім қаласа, егер жоқ ондай болуы мүмкін емес деген ойда болатын болса, кітабын әкеп көрсете аламыз деді. Сол жерде сол медресенің адамдары отыр. Бірақ біреу келіп, шынында да сондай ма екен? Кәні көрейікші деген жоқ. Яғни бұл дегеніңіз, субханалла, болды да, бұл жабылған. Бас ми деген жабылған. Ұстаз айтқанда, болды сенің басыңа біз ақиқатты құйдық, енді басыңның есігін жапта, кілтін отқа тастап жібер дейді. Ол отпен еріп, соны жоқ болып кетеді. Ол бұдан кейін кез келген бұл сөзге қарсы айтылған нәрсенің бәрі сені адастыру деді.
Соңында соны ұстанып жүре береді. Сен қарап ойланып адам деген қарап көру керек қой. Кім бір ұстаз Айман деген араб кісі боламыз, Қазақстанда Алматыда біраз жүрді. Ол кісінің бана христиандармен өткізген нелері бар. Сол кісі бір эгоистермен үйінде пікірталас жүргізген кезде айтады. Таласып жатыр, мен сендердің кітаптарыңдағы дұрыс емес жерлерін, бұл кітаптың дұрыс емес екенін көрсетіп берейін десе, ол әлгілер айтады, мен уақытым жоқ еді, мен асығысып тұр едім, кейін келейін дейді. Ұстаз Айман айтып жатыр, субханалла дейді, сен маған дейді біреу, сен ақидаң дұрыс емес десе, ақидаң дұрыс емес десе, мен ол адам Қытайда болса Қытайға барар едім дейді. Неге? Себебі бұл ойыншық емес дейді. Себебі бұл ойыншық емес. Бұл ақида мәселесі, бұл ақирет мәселесі. Екі дүние мәселесі. Мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Мен дұрыс, сонда мен адасып жүрмін ба деп, мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Ол адам Қытайда болса іздеп барар едім деді. А сендерге мен алдындарыңа келіп тұрып, кітабың дұрыс емес екен десем, мен асығыспын дейсің деді. Ол сен дұрыс жолда жүруіңнен маңыздырақ не нәрсе бар? Сен шығып кетіп бара жаттың, сол жерде өліп кеттің. Адам дұрыс емес ақидада өледі ғой. Сол үшін де жалпы әділдік деген болу керек. Алла субхана тағала Құран кәрімде وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Сендерді бір қауыммен, біреу зұлымдық істеген болса да дейді, бір жамандық істеген болса да, сол нәрсе сендерді әділетті болудан тоспасын дейді. Әділетті болудан тоспасын дейді. Яғни адам қарап көру керек те, сол сөз шынында да бар ма екен, оларда жоқ па екен, қай кітабында екен деп шәкірттері соны сұрамайды. Қай кітабында айтыпты деп. Егер қай кітабында айтты деп сұрағандарында білер еді ғой, жауап берер еді ғой. Сонымен айтар еді, мына кітабында, мына бетінде деп жаттатып қояр еді. Жоқ, олар солай айтады болды. Олар сипаттарды жоққа шығарады. Қандай сипат жоққа шығарады? Қалай түсінеді онда солар оны? Ғұламалар қалай түсінген? Бірақ сұрап іздену деген нәрсе жоқ та, субханалла. Яғни бұл дегеніңіз кәдімгі таассуб, нағыз фанатизмнің өзі сол. Айтады, біз Құран және сүннетке еруіміз керек, біз тақлид, соқыр ермеу керек. Ол фиқ мәселесінде сен Абу Ханифа айтты дегенмен жүрсең, оның саған ешқандай зиян жоқ. Себебі сен ол мәселеде күшің жетпегеннен кейін бір адамның артына ере беруіңе болады. Енді бір ақидада тақлид ама, соқыр еру деген, ол білмеймін, астағфирулла. Өздері ақидада соқыр еруді. Бірақ біреу келіп қолын кіндігінің астына байласа, сен неге соқыр ересің деп. Неге соқыр ересің? Кән дәлелінген шыншыл болсаң. Ақидада соны айту керек қой. Кән дәлелінген шыншыл болсаң. Кән қай жерде айтылды сол нәрсе. Алла субхана тағала өзі адам жүрегін ашпаса негізі қиын. Соншалықты жабылып қалғандықтары